Сонымен құрметті оқушылар, ата-аналар, мектеп мұғалімдері, мектеп директорлары, бізде соңғы видео. Біз осы уақытқа дейін айтқан ақпараттың барлығы жалған ба, жалған емес па, пайдалы ма, пайдалы емес па, сіздер өздерің шешім қабылдайсыздар. Бірақ біздің ойымыз, негізгі идеямыз болған, ол сіздермен өзіміздің тәжірибемізбен бөлісу болған. Әрине, ковид кезінде, карантин кезінде бұның барлығы кімге керек емес, не істеу керек деген, мен миымды ашытпашы дегендер болды. Не қыласын оның барлығын. Шындығына келген кезде ертең не болатынымыз біз өзіміз білмейміз. Және заман әрқашан өзгеріп тұрады. Бүгінгі зат ертең күні керек емес. Және ертең не керек екенін біз тағы да білмейміз. Сондықтан, бірақ ең бастысы біздің ойымызша ол адам өзгеріске тез бейімделу керек. Ол дағды болып есептеледі. Егер адам кризис менеджер болатын болса, кез келген қиыншылық кезде өзін тұрғызып, қайтадан арғая дамығысы келетін болса, ол мықты дағды. Ал егер адам кез келген қиыншылыққа жылап, мен істей алмаймын, мен көре алмаймын, оны болмайды деген сұрақтардың барлығына бұл кезде адам негізі керек болмай қалуы мүмкін. Жалпы бұл видеоның негізгі миссиясы адам капиталы туралы және мектептің ішіндегі қоршаған орта туралы болған болатын. Енді бағаны сіздер ғана бере аласыздар. Біздің алғашқы видеомыз, егер болашақта сіздерге осыны ұнап жататын болса, біз арғайда жаза бастаймыз. Қандай ортада дағды мықты дамыған? Ол сырттан келген қандастарымыздың балаларының дағдылары қатты дамыған. Неге? Өйткені олар басқа мемлекеттен, басқа мәдениеттен, басқа ортадан, басқа ортаға келіп, осы жерде бейімделіп жатыр. Және бейімделу дағдысы дамып жатыр. Тура сол сияқты біздің оқушыларымыздың арасында да сондай бейімделу дағдылары болу керек. Ол балалардың қоршаған орталарын әрқашан өзгертіп тұруға, мүмкіншіліктерін өзгерту бойынша әртүрлі тапсырмалар беру арқылы баланың дағдысын өзгерту керек. Егер бір бала дағдысы өзгере бастаса, ол әрине қоршаған ортасына өзінің әсерін тигізетін болады. Неге мен қайтадан қоршаған ортаға келдім? Біз университеттің рейтингісі туралы айтсақ. Мысалы, Гарвард осы жылы 165-ші орынға орналасқан Әл-Фараби атындағы университет айтатын болсақ, оның барлығын әрине қоршаған орта. Сол университеттерге мықты оқушылар түседі. Егер ол университетте оқушылар түспесе, ол жай ғана ғимарат болып қалады. Ол университетке мұғалім де керек болмайды. Қандай мықты лабораториясы болса да, ол жерде оның барлығы керек болмайды, өйткені ол жерде студент болмайды. Адамның ортасы адамның өзінің сапасына үлкен әсерін тигізеді. Сол адамның қасындағы негізгі мүмкіншіліктердің барлығын тудыру керек. Адам өзіне тудыру керек. Басқа адамдар бір-біріне көмектесу керек. Өйткені қанша адам мектепті жақсы бітіріп, университетті жақсы бітіріп, соңынан мықты табыс алса, мықты үй алып, өзінің жағдайын бәрін жасағанмен, адамға ең басты адам керек. Және ол адамдардың топтары әрине өздерінің қызығушылығымен, өздерінің хоббилары бойынша пайда болады. Және сол қызығушылық пен хоббиларды дамыту үшін олар әрине әрқашан оны талқылайды. Ары қарай дамытқысы келеді. Енді рейтингке келетін болсақ, мысалы кішкене ғана лайфхак көрсеңіздер болады. Сингапур менеджмент университеті деген бар. Олар дүниежүзі бойынша университеттің рейтингісінде 400-ші орында. Ал менеджмент бойынша топ 30-ға кіреді. Сонда не айтайын дегеніміз, мысалға бір университет тек қана бір саланың ішінде мықты болуы мүмкін, бірақ басқа салалар өте төмен болуы мүмкін. Сол сияқты адамдардың топтары да сондай. Ол топтар тек қана бір салада мықты, терең, жақсы дамыған, бірақ басқа салаларда ол қатты дамымаған болып есептеледі. Және соңғы айтайын дегеніміз, біздің Альфа Академияда Advanced Program бағдарламасы бар. Ол бағдарламаның негізгі мақсаты балаларды Қазақстанның мықты университеттермен Назарбаев университетке және шетелдегі топ университетке түсу болып есептеледі. Ол жерден гранттарын ұту. Мысалы, 2020 жылы біздің түлектер $700,000 жуық грант ұтып алған болатын. Қалай біз оны аламыз? Жаңағы рейтинг бойынша университеттерді өзімізге таңдаймыз, мамандықтар бойынша таңдаймыз. Және соның ішінде біз білеміз, рейтинг қалай құрастырылады. Методикасының ішінде халықаралық студенттер деген бар. Сол халықаралық студенттердің сапасы мен саны тең болу керек. Сол кезде ғана университеттің рейтингісіне әсерін тигізе бастайды. Сонда университет шетелдік балаларды алғысы келеді. Біз оларға. Біз сол университетке түскіміз келеді. Альфа Академия соны көмектеседі. Бұл жерде бұл процесте ешкім қарсы емес. Біз сондай орта қалыптастырамыз. Балалардың ішінде шетелге түскісі келетін және Қазақстанның
мықты университетіне түскісі келетін балалардың ортасын қалыптастыру арқасында біз өзіміздің нәтижемізді жақсы көрсетіп жатырмыз. Неге? Өйткені біздің қазақстандық түлектер ертең шетелге шыққан кезде үлкен бәсекеге түседі. Қытайлықтармен, үндістермен, жапондықтармен. Сол кезде қазақстандық балалар сол бәсекеге және сол жарысқа дайын болу керек. Ол жарыста тек қана екі нәрсе бағаланады, ол білім және дағды. Өзімнің шетелде оқитын студенттерім көп, және мақтан тұтатын фактордың бірі ол біздің қазақстандық студенттер Қазақстанның дәрежесін тек қана көтерумен айналысады. Өткен сапасымен өзінің қойып жатқан талаптары өте жоғары. Әрине шетелде оқыған студент сол жерде жұмыс істеп, тәжірибесін дамытып, сол жердегі идеяны қалыптастырып, біздің Қазақстанға келіп, өзінің тәжірибесімен бөлісетін болса, біздің экономикамыз дамиды, біздің ортамыз дамиды және дұрыс ықпалын тигізе бастайды. Бұл тек қана менің ойым. Сонымен қорытынды видеоның аяғында біз сіздерге арнайы жобалар құрастырып қойдық. 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныптың оқушыларына, солардың ата-аналарына, солардың мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне және мектеп директорларына арнайы топтық жобалар құрастырып қойдық. Ол жобалар бойынша сіздер біздің сайттан көре аласыздар, немесе осы видеоның астында плюс қойыңыздар. Біз сіздермен міндетті түрде хабарласамыз және сіздерге арнайы ұсыныс жасайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, бізбен бірге аяғына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздерге және жақындарыңызға денсаулық тілегім келеді. Осы індеттен аман есен шығыңыздар. Карантин кезінде уақыттарыңызды жіберіп алмай, бізбен бірге дамыңыздар.